Достар, көріп отырған шығарсыздар, иә. Бұл SMS-ның барлығы енді айтпай ақ қояйын, кім екенін просто Фархат жақтан туған туыстары естіп жазғаннан кейін енді Фархат не істейді, айтқаннан шалмайды да, сөйтіп жарайды деп. Қазір енді, например, қалай айтсам болады, таққан сырғаларын алып кетті, еще маған махыр берген жоқ. Сонымен быт-шыт болып отырмыз. Бұл үйде семен тұрмаймын, мен семен ажырасамын дегеннен кейін махырды алып бер дедім. Әйтпесе развод бермеймін дедім. Рас қой, махыр алып берілу керек. Ол ешқашан қайтарылмайды да. Ондай істеу, білмеймін, адамның әңгімесі сияқты, андай махырды қайттан алып, басқа нәрсе істеу деген сияқты. Мұсылманның несінде жоқ, қағидасында жоқ. Сол себепті осындай нәрселер болып жатыр. Менің тура қиын сәтте тастап кеткен ішім ашиды. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Енді көп жатсыздар, не отқаны, отбасылық жағдайым. Мадина салып жатыр, айтып жатыр бәрін. Енді алдыңыз точно жазып кеткендей, әр адамның өзінің шындығы бар. Ол өз жағын айтады. Бірақ мен өз жағымнан ештеңе айтқым келмейді. Алла тағала бәрін көріп тұр, қалай болған, не болған, бүйтіп бүкіл халықтың көзіне ақталып, ондай емес, мынандай болған, мен үйткем, ол үйткен деп ештеңе айтқым келмейді. Ең басы жақындарым біледі, мен қандай адам екенімді, қалай болған. Енді елдер жазып жатыр, не бір нәрсе жазады. Малсың дей ма, еркек емессің, анам мынаусың. Сөйтіп бәрін айтып отырам, бірақ ештеме түсінбесе не деймін енді. Мойныңа не болды? Асылып қалдым. Довели сондай состояниеге. Реанимациядан бірақ шықтым, комадан. Әбден сөзбен жеп жерді. Сөз сүйектен өтеді, білесіздер ғой бәріңіз. Сондай жағдайға дейін жеткеннен кейін не істеймін енді? Ары қарай жүре берейін ба? Сіздердің ойларыңызша. Сондай жағдайға жеткізгеннен кейін не істеймін енді басқа? Менің де отбасым бар, менің де әке-шешем бар, менің де қарайтын туыстарым бар. Егер барлығы бірдей болу керек болатын болса, онда ол да неғып сөйтіп істемеді деген сияқты нәрсе ғой. Туыстары көретін болса, өліп қал деп отырған шығар, наверное. Өз бастарыңа келсін, айналайындар. Менімен ойнапсыңдар, ешқайсыңды мен білмеймін. Өзімнің бірандай нем көріп тұрған жоқпын. Ішіндегі құса берем да, дальше құса берем. Пока маған тиісті етілген махырды маған орнына қойып бермейінше. Өйткені маған оны махырдың сұрауы не екенін білесіздер. Бұл өзі маған ажырасам деп айтты. И сол себепті өзі шешкеннен кейін, мен шешкен жоқпын, махырдың қайттан қайтарып беру маңызы жоқ. Ол по-любому алып беру керек маған. 6 ай бойы әлі алып бермеген. Достар, көріп отырған шығарсыздар, иә. Бұл SMS-ның барлығы енді айтпай ақ қояйын, кім екенін просто Фархат жақтан туған туыстары естіп жазғаннан кейін енді Фархат не істейді, айтқаннан шалмайды да, сөйтіп жарайды деп. Қазір енді, например, қалай айтсам болады, таққан сырғаларын алып кетті, еще маған махыр берген жоқ. Сонымен быт-шыт болып отырмыз. Бұл үйде семен тұрмаймын, мен семен ажырасамын дегеннен кейін махырды алып бер дедім. Әйтпесе развод бермеймін дедім. Рас қой, махыр алып берілу керек. Ол ешқашан қайтарылмайды да. Ондай істеу, білмеймін, адамның әңгімесі сияқты, андай махырды қайттан алып, басқа нәрсе істеу деген сияқты. Мұсылманның несінде жоқ, қағидасында жоқ. Сол себепті осындай нәрселер болып жатыр. Менің тура қиын сәтте тастап кеткен ішім ашиды. Мүмкін құсты деп айтатын шығарсыңдар, ішіндегі құса берем да, дальше құса берем. Пока маған тиісті етілген махырды маған орнына қойып бермейінше. Ол по-любому алып беру керек маған. 6 ай бойы әлі алып бермеген. Ей, сен есің дұрыс па деген сияқты. Сен даже махыр алып берген жоқсың ғой маған. Еще маған махыр берген жоқ.
сонымен быт-шыт болып отырмыз. Бұл үйде сенімен тұрмаймын, мен сенімен ажырасамын дегеннен кейін махрды алып бер дедім. Развод бермеймін дедім. Рас қой, махр алып берілу керек.